күн болсын, құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Сұрқия Назарбаевтың сайқал саясатының құрбаны, тұтқыны болып қазір абақтыда отырған Кенжебек Әбіш ағамыздың үйіне бүгін келіп, кішкене болсын қолымыздан келген көмекті ұсынып отырмыз. Ауылда газ бар екен, бірақ отбасының хәл жетпей, газды үйге кіргізе алмай отыр. Сондықтан пешпен бұрынғыда әлді үйлерін жылытуда екен, соған кішкене көмір керек жарақ ас алып келгенбіз. Бұны жария, рия, мақтаныш деп қабылдамаңыздар. Интернетте отырып бір-бірімізді балағаттап, балақтан тарпып, артқа тартпай, осындай ізгі амалдармен жарысайық, осындай ізгі амалдар жасайық деп шақырғым келеді. Сондықтан да мүмкіндіктеріңіз болып жатса, қазір осы бейне жазуан астына Кенжебек ағаның жұбайы, яғни жеңгеміздің есепшот номерін қалдырамыз. Кенжебек ағаны білмейтін болсаңыздар, ол кісі халық үшін, ұлт үшін, жеріміз үшін шырылдап жүрген кісі қазір қамауда. Соған сіздер де осындай бір қол ұштарыңыз созып, қол ұштарыңыз беріп көмектессеңіздер дейміз. Мүмкін болып жатса, жаңағы жеңгеміздің шотына, Каспий шотына ақша жинап, жетпеген бізде тағы да қосып газ кіргізсек дейміз. Өйткені мүмкін болса егер, бірақ әрбір қазақ тиыннан болсын лақтыратын болса, міндетті түрде жиналады деп сенем. Өйткені қазір осындай кезде бір-бірімізге көмектеспесек, қазақтығымыздан не қайыр. Негізі міне газ құбырлары жүрген көріп тұрсыздар ғой. Бірақ үйге келмегенде әлі отынмен, әлі көмірмен жылытуда. Өкінішке орай. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы рахматулла.